Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен медовый торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Тортымызға қажетті ингредиенттер бал, сары май, ас содасы, ұн, қант және жұмыртқа. Ең алдымен қайнап тұрған судың үстіне балымызды қоямыз. Балымыз қызып дайын болғанша жұмыртқамыз бен қантымызды миксермен жақсылап араластырамыз. Қантты аздан қосатын боламыз. Қант толығымен еруі қажет. Бал толығымен қызды, осындай сұйық күйге енді ас содасын қосатын боламыз. Ас содасын қосқаннан кейін балымыз көпіреді. Балымызды отта көп ұстамай астын өшіреміз. Дайын болған балдың үстіне сары майды қосамыз. Араластырамыз. Жұмыртқа мен қанттың үстіне балымызды қосамыз. Миксерлейміз. Ал енді ұнымызды қосамыз. Ұнды аз-аздан қосып, бір қалыпта араластырамыз. Түйіршіктер болмауы қажет. Ұнды көп қосып жібермеңіз. Біздің тестамыз дайын. Пергаментный қағазға өзіңіз қалағандай етіп форма сызасыз. Оған дайын болған тестаны орналастырамыз. Коржықтарымызды духовкада пісіреміз. Міндетті түрде қарап тұрыңыздар, өте тез піседі. Крем дайындайтын боламыз. Менде бүгін варенкадан крем. Сары майды миксерлейміз. Және бір қасықтан варенка қосып миксерлейтін боламыз. Өзіңіз қалаған кремді пайдалансаңыз болады. Менің варенка қосылған кремім дайын болды. Корждарымыздың барлығын бірдей пішінде кесіп аламыз. Сізде осындай форма жоқ болса, кез келген ыдысты, яғни тарелканы алып, пышақпен кессеңіз болады. Тортымызды жинаймыз. Менде варенкадан жасалған крем жетпей қалды. Сол себепті
соңына қарай сметанный крем қостым. Оның рецепті де өте оңай, астына міндетті түрде қалдырып кететін боламын. Кескен корждардан қалған қалтығын блендермен майдалап, тортымыздың шеттерін әрлейтін боламыз. Өзіңіздің қалауыңызша толық жауып тастасаңыз да болады тортты. Менде сметанный крем болғандықтан осылай жасадым. Тортты өзіңіз қалауыңызша әрлейсіз. Біздің тортымыз дайын болды. Өте биік 11 корж шықты менде. Өте дәмді. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Ас болсын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментария басып қолдаңыздар.